Я свободна. Енді сің жағдайын тура бекапа сияқты ешкім жасай алмады. Өйткені мен балаларымды тек анашыма ғана сенемін. Типа это Сашка, типа это Пашка, типа это Пашка, Мишка. Хорошо. Оставайся. Вообще-то усук. Salkın koy astanaların demiş. Ya, oy Almatı'da toyduk bit. Kunde toy. Bu da. келгеніне арағанда сағынған ғой. Бұл уақытта ұйықтай жататын. Скоро вот это ЛРТ построится, она будет сама на ЛРТ. Прям ЛРТ біздің еліміздің қасымызға келеді. Да? ЛРТ вот это вот строит же мост сейчас. Электричка. Слышь меня? Ты меня понял? Могла бы на автобусе приехать. Ладно, на ЛРТ. Пока сен өсем дегенше. Kız, altın kız. Ава? Alevka, çalevka, kalevka dedi. İskinde. Oy bu mesela yerinden gelip kalkan bak. Türümden kalıp dur koy. Betindeki şeyinde. Ben boyumdan sizlerin koltuktan aslından gelip kalkan bak. Өсіп кеткесін диyor. Ханым менің өзі, қоса ханым менің кішкентай ғана. Апасының данасы, апасының баласы дейді. Ақыл қалтасы дейді. Canım bu kapanın. Анашым келіп, мен де балалар да мәзбіз, әсіресе хан қатты сағынды. Неге? Өйткені ханның жағдайын тура бекапа сияқты ешкім жасай алмады. Анасы да жасай алмады. Өйткені оған особый бір подход
подход керек, ерекше еркелету керек деген сияқты оның барлығын тек Бек апасы жасай алады. Жалпы айтпағым, менің анашым жаз бойы Астанада болған жоқ, оны барша менің оқырманым біледі. Тек жақында Шымкент қаласында тойда бірге болдық, сол кезде көрдім, Меккеден кейін. Тек қана телефон арқылы байланысып отырдық, өйткені үлкен кісілер өздеріңіз білесіздер. Дәл қазір келді Астанаға, қуанып жатырмын. Я свой пост сдаю ей, все, я свободна. Енді спокойно жұмысыма кірісе аламын. Өйткені мен балаларымды тек анашыма ғана сенемін. Vay canım sol. Балапаным менің кішкентай. Ханға айтамын ғой, мен бірінші сүйім керексің. Бек апаны емес деп. Қалай де? Сначала ты должен меня целовать, потом ее. Почему? Я же тебя родила. Она вас родила.